Сәлем достар, бүгін сіздермен витамин Е жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеомды көрмей тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бұдан да тағы басқа қызықты видеолар мен керекті ақпараттарды бөлісетін боламын. Е витамині ерекше табиғи қосылыс, айқын қартаюға қарсы қасиеттері бар антиоксидант. Кез келген дәріханада капсула, майлы ерітінді және ампулалық инъекциялар түрінде еркін сатып алуға болады. Е витаминін дәрілік құрал ретінде тері ісігіне қарсы тиімді капсула болып табылады. Аллергиялық тері реакцияларының сыртқы белгілерін жояды. Мысалға айта кетсек, пилинг, бөртпе, қышу және қызару. Анемияны емдейді, қызыл қан жасушаларының жойылудан қорғайды және осылайша бет терісін бозарудан сақтайды. Теріге мұндай күрделі әсер бұл фармацевтикалық препаратты үйде ғана емес, сонымен қатар заманауи косметологияда да өте танымал етеді. Дегенмен бұл әлі де есірткі екенін ескере отырып, оны өте сақтықпен қолдану керек. Үйде Е дәруменін косметикалық өнім ретінде белсенді қолдану оның бет терісіне күрделі әсерімен негізделген. Е витамині қартаю процесін тоқтатады, жасуша регенерациясына ықпал етеді, әжімдерді тегістейді, көтеру әсері бар, яғни тері қатайтады, қылшықтарды, салбыраған қатпарларды қос екті жояды. Теріге жас кезіндегідей серпінділік пен жағымды серпінділік береді. Сау, әдемі өңге әсер ететін қан айналымын жақсартады. Е витаминінің бетті ағартатын әсері де бар. Секпілдерді, сондай-ақ беттегі басқа да дақтарды майда көрінбейтіндей етіп ағартады. Құрғақ теріні ылғалдандырады, жасушалардағы су балансын бақылауды ұстайды. Ішкі секреция бездері арқылы майдың өңделуін реттейді.